Сәлем достар, бүгін сіздермен өте ерекше жолмен жасалынатын, тойымды әрі өте дәмді болып шығатын тағам түрімен бөлісемін. Қасиетті Рамазан айында ауызашарға сіздерге күн сайын түрлі ерекше жолмен жасалынатын осындай тағамдардың, түрлі десерттердің рецептімен бөлісіп отырамын. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдымен қамырын илеп дайындап аламыз. Ол үшін жылы сүтімізге жылы суымызды қосып, оның үстінен 1 шай қасық тұз қостым және 1 шай қасық аштығы қосып, аштық мен тұзы ерігенше кішкене араластырып алатын боламыз. Және біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығу үшін 1 ас қасық толы сұйық майды қостым және еліктен өткен ұнымды қосып, қолмен жұмсақ қамыр илейтін боламын. Қамырымыз қатты болып қалмау керек, осы орайда жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Менде осындай тығыздықтағы қамыр иленіп шықты. Енді ыдысыма салып, бетін жауып, көтерілгенше біраз жарты сағат, 1 сағат уақытқа қоя тұрамын. Осы аралықта қызып тұрған қазаныма сұйық майды құйып, оның үстінен туралған пиязды қосып, пиязым сәл сарғайғанша біраз қуырып алатын боламын. Баяу отта пиязымды 5-10 минуттай қуырып алдым да, оның үстінен ұсақ етіп турап, етті қостым. Бұл жерде ненің еті екендігі маңызды емес, кез келген етті қоса берсеңіздер болады. Және етті де кішкене қызартып қуырып алдым. Және үстінен томат пастасын немесе қызанақты да ұсақ етіп турап қоссаңыздар болады. Мен 1 шай қасық томат пастасын қосып, және әдемі дәм беру үшін зира қостым. Лабыр жапырағын және тұзды қосып, тағы бір жақсылап қуырып алдым. Әрине дәмдеуіштерді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сала бересіздер. Етті кішкене қызартып қуырып болғаннан кейін үстінен мұздай суды құйып, бетін жауып, етіміз піскенше қалдырамыз. Осы аралықта қамырымызда көтеріліп, өте әдемі болып тұр екен. Енді үстелімнің үстіне кішкене ұн себе отырып, қамырды бір илеп алып, өзіме ыңғайлы бөліктерге бөліп шығамын. Мен қамырды осылайша ұсақ етіп, бірнеше бөліктерге бөліп шықтым. Енді әрбір бөлінген қамырды қолымыздың көмегімен осылай илеп, кішкене дөңгелек зуалалар жасап шықтым. Қамырды мейлінше осылай ұсақ бөліктерге бөліп алғанымыз дұрыс, себебі қазір пісу барысында біздің қамырымыз көтеріліп үлкейетін болады. Барлығын дерлік бір келікке етіп осылай илеп дайындап алдым. Енді оқтаудың көмегімен жақсылап жайып аламын. Қалың емес, жұқа емес, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Және осылай бірнеше бөліктерге дәл видеодағыдай етіп бөліп алдым. Енді әрбір бөлінген бөлікті теңдей 2-ге бөліп, қамырды видеодағыдай бірінің үстіне бірін жайғастырып аламыз. Болғаннан соң қамырды бірінің үстіне бірін қойып, үстінен шанышқымен немесе қасықпен, кез келген затпен осылай бассаңыздар болады. Мен осылай кішкене таяқшаны пайдаландым. Және басылғаннан кейін дәл осы видеодағыдай жабыстырып шығамыз. Қамырды қалың етіп жаюға кеңес бермеймін, себебі қалың етіп жаятын болсаңыздар, қазір пісу барысында қамырымыздың арасы шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан осы видеодағыдай жұқа етіп жайып аламыз. Құрметті достар, егер сіз менің арнама тіркелмеген көрермен болсаңыз, астыдағы тұрған подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Себебі қасиетті Рамазан айында күн сайын сіздермен ауызашарға түрлі ерекше жолмен жасалынатын тағамдардың, түрлі десерттердің рецептін ұсынып отыратын боламын. Қамырымыздың барлығын дерлік түйіп дайындап алдық және мантаварканың астын міндетті түрде сұйық маймен майлап алып, осылай қамырымыздың барлығын жайғастырып шықтым. Одан кейін қамырымыз өте жұмсақ болып пісу үшін бетінен сұйық майда жағып шығамыз және бетін жауып жарты сағат уақытқа бөлме температурасына қоя тұрамыз. Сол кезде біздің қамырымыз көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Осы орайда біздің етіміз пісе бастаған кезде сәбізін салып кішкене қуырып аламыз.
және 20 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Сәбізіміз енді пісе бастағанда үстінен картопты саламыз. Мен картопты осылай сәндегіш құралмен сәндеп кесіп алдым және осының үстінен салып, біздің тамағымыз қызарып шығу үшін үстінен томат пастасын тағы қоссаңыздар болады. Мен қысқа арнап жабылған банкін ашып, 3 ас қасық қосып, жақсылап бір осылай араластырып алдым және картобы піскенше бетін жауып қалдырамыз. Осы орайда біздің қамырымыз кішкене көтеріліп шықты. Енді мантабаркаға қойып 40-50 минут шамасында пісіріп алдым. 50 минут ішінде біздің қамырымыз осылай өте әдемі болып пісіп шықты. Және іші шикі болып қалады деп ойламаңыздар. Арасы да көтеріліп пісіп шықты. Картоп еттері пісіп дайын болған тағамымды ыдысқа осылай салып дайындап алдым. Және оның бетіне өздеріңіздің қалауларыңызға қарай көк пияз немесе осындай ас көктерді де сепсеңіздер болады. Және жан-жағына жаңағы піскен қамырларды салып, өте әдемілеп сәндеп шықтым. Осымен біздің ерекше өте дәмді әрі тойымды тағамымыз пісіп шықты. Біздің тағамымыз сочный болады. Осылай қамырын бөліп, сорпасына батырып жесеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер сізге видео ұнаған болса, каналға жазылуды ұмытпаңыз.